Сәлем достар, бүгін сіздермен WordWall бағдарламасымен таныстырамыз. Бұл өте ерекше бағдарлама. Бұл бағдарламаның ерекшелігін сіздерге айтып кетейін. Бұл бағдарламамен оқу барысында интерактивті ойындарды құрастыруға болады. Әртүрлі интерактивті, мына жерде викторина, кездейсоқ, дөңгелек, жұбыңды тап, сөз жұмбақ сияқты әртүрлі ойындарды құрастыруға болады. Осының ішінде өзімнің қолданып жүрген ойыныммен бөлісіп бірінші көрсетіп кетейін. Мына кез келген сиқырлы сұрақтар. Бір баланы ортаға шақырасыз. Осы кез келген бір ящикті ашқызамыз. Ата сөзін тап. Бала оқып, дұрыс сөзді табамыз. Дұрыс белгіні көрсетеді. Келесі баланы шығарып, тағы да кез келген бір ящикті таңдаймыз. Дыбыс нешеге бөлінеді? Яғни дыбыс кетке бөлінеді, бірақ біз бұрыс жауап береміз. Дұрыс емес деген белгіні де көрсететін боламыз. Бұл ойынды біз қалай жасау керек екенін сіздерге қазір көрсететін боламын. Оны жасау үшін бірінші создать занятие деп басып, бұнда біздің тағы да бір әріптестеріміз, яғни дайын ойындарды жасап қойған мына колесодан. Соның ішінен мысалы открытие поля деп өзіміздің қандай түрде жасағымыз келетінін таңдаймыз. Редактировать контентті басамыз. Осы жерден редактировать как случайно колесоны басамыз. Осы жерден мына ұлттық ойындарды жазасыз. Мына жерге өзіңіздің нұсқаңызды жазасыз. Ұлттық ойындар дегеннің орнына. И мына жерге, яғни бұл суреттер арқылы мен добавить элементті басамыз. Добавить элемент деп басып, кіргеннен кейін бір сөзді жазасыздар. Мысалы ретінде мен көрсете салайын. Отправитті басамыз. Өздеріңіз алдын ала сурет дайындап қоюларыңыз керек. Қандай тақырыпта жасайтындарыңызды алдын ала жоспарлап алғандарыңыз дұрыс. Яғни выполнениені басамыз, міне сохранить болады. Осы ойынның қалай жасалғанын көрейік. Бірінші колесоның ортасынан басамыз. Алты бақан. Бала яғни табу керек. Бұл қандай ойын? Алты бақан ойыны. Яғни табылса, бұл колесо келесі суреттерді шығара беретін болады. Дәл осындай ойынды балаларға қызықты етіп ұйымдастыруларыңызға болады. Сіздерге пайдалы кеңес болды деп ойлаймын. Егер тағы да осындай бағдарламалармен таныстырғанымды қаласаңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер.